Баршаңызға сәлем. Асыққан кезде өте жылдам дайын болатын самсаның рецептімен бөлісемін. Бұл самсаның қамырын ашытып, немесе оны жайып, май жағып күтудің қажеті жоқ. Бірден қамырын жасап, салмасын салып, осылай пісіріп аласыздар. Өте жылдам дайын болады. Ең бастысы өте дәмді. Осы рецепті соңына дейін қараңыздар, және де менің каналыма подписаться жасап тіркеліп алыңыздар. Ең алдымен ыдысымызға 500 грамм ұнды електен өткізіп саламызда, оған 200 грамм сары майды салып, жақсылап араластырып, осылай ұнмен майдалап алатын боламыз. Видеоны соңына дейін қараңыздар, түсінбей қалмау үшін. Бұл самсаның рецепті бір жасағаннан ұқсап шығады. Енді осыған жұмыртқаның ағын саламыз, сарысын бетін жауға алып қоямыз да, бір жұмыртқа жеткілікті. Сосын 150 миллиграмдай айранды құйып, оған бір шай қасықта тұз қосатын боламыз. Мінекей бір шай қасық тұз, сосын бір шай қасық разрыхнитель қосып, жақсылап араластырамыз. Араластырып отырып, жұмсақ етіп қамыр илеп аламыз. Қамыр дайын болды. Қараңыздар, жұмсақтығы осындай болып шығу қажет. Енді осыны бір 30 минутқа тоңазытқышқа, яғни холодильникке қалдырамыз да, 30 минуттың аралығында біз самсаға салатын салмасын аршып, турап, майдалап осылай дайындап аламыз. Өздеріңіз қалағандай не қоссаңыздар да, өз қалауларыңызша. Мен пияз және де картошка и фарш, сосын бір шай қасықта қара бұрыш, бір шай қасықта тұз қосып, араластырып осылай дайындадым. Бір ас қасық пісте май қосып жіберіңіздер, сол сәтте салмаларыңыз сочный болып, әдемі болып шығады. Яғни құрғақ болып қалмайды. Қаласаңыздар, фарштың орнына етті майдалап турасаңыздар да өте әдемі болып шығады. Сіздер осылай салманы дайындап болғанға дейін, мінекей 30 минут уақыт өтеді, қамыр да осылай тынып тұрады. Енді осыны алып, майда бөліктерге бөліп алатын боламыз. Міне осылай барлығын осылай дөңгелетіп шығамыз да, бір шетіне жайып шығамыз. Жайып шыққанға дейін біздің бетінде қалған қамырларымыз беті қатып қалмау үшін осылай пакетке орап қойыңыздар. Енді барлығын жайып, салмасын салып, самсаның формасына келтіріп аламыз. Жайған қамырларымыздың қалыңдығы осындай болу қажет. Қатты жұқа емес, қатты қалың емес, осындай орташа жұқалықта етіп жайып алыңыздар. Самсаның барлығын формаға келтіріп алған соң, бір жұмыртқаны баған алып қойған жұмыртқа сарысын аздап қана сүт қосып жіберсеңіздер, барлығына жеткілікті болады. Осын самсаның бетіне жағып алып, бір 180-200 градуста қызарғанға дейін пісіріп аламыз. Егер осы рецепт сіздерге ұнаса, достарыңызбен әлеуметтік желіде бөлісе отырыңыздар. және де менің каналымның ары қарай дамуына өз үлестеріңізді қоса отырыңыздар. Мінекей қараңыздар, қып-қызыл болып осындай әдемі болып шығады. Құрамында май және де айран болғандықтан
ешқандай уайымдамаңыздар, осындай жұмсақ әрі қып-қызыл болып шығатын болады. Қараңыздар, жұмсақтығын көрсетейін. Нәп-нәзік әрі жұмсақ. Осындай томпиып самсыларымыз пісіп шықты. Сочный болып шықты. Рецепт ұнаған болса, лайк басып, менің каналыма тіркеліп, қолдау білдіре кетіңіздер. Ас болсын.